Сәлеметсіздер ма? Осы видеода мен сіздермен өзімді таныстыра кетейін. Мен Ақжігітова Гүлшат, жасым 46-да, 4 баланың анасымын, Ақтау қаласының тұрғынымын. Қазіргі уақытта Алматы қаласында тұрып жатырмын 2 жылдан бері. Өйткені менің жолдасым осы қалада жұмыс жасайтын болғасын. Енді өзімді таныстыратын болсам, осы Фаберлик компаниясына келгеніме 6 жылдай болып қалды. Басында келген уақытта менде тек сатушы болдым. Өйткені мен өзім осыған дейін Mary Kay компаниясының кремдерін қолданатын едім. Солардың краскілерін, косметикасын, декоративный қолданатын едім. Сосын өзімнің айналадағы адамдардан заказ жинап, сол 1 жылда 1 рет заказымды жіберетін едім. Ол жерде уход за лицом, бетке күтім соның бәрін үйреніп, мастер-класстарға барып, сөйтіп жүрдім. Бір күні бір қонаққа барған кезде маған деген Фаберлик каталогын көрсеткен уақытта мен соның ішінде қарап отырып, бір күшті крем көріп қалдым. Ол кремді маған бір қайнапам сыйлыққа берген. Сол кремді мен жаққан кезде өзіме былай түртіп алып едім, что мә осы кремде де жақсы екен деп. Бірақ сол каталогта бағасын көрген уақытта мен деген шошып кеттім. Сол крем ап-арзан тұрады екен, где-то 500 ба 600 теңге ма сондай бағада тұратын крем екен. А мен деген Mary Kay компаниясының кремдерін, бір кремін 5600-ге, 7300-ге сондай қалатын едім. Сол кезде бағаларын көріп қалғаннан кейін мен деген өзім саған осындай арзан кремді де алуға болады екен ғой деп осындай ой келді. Сол жерде отырып каталогтың ішінен уже где-то 3300 теңгеге бір заказды уже мынаны алам деп түртіп қойдым. Сосын осы маған каталог көрсеткен кісіге айттым. Ол кісі де маған сразу же сол жерде айтты: егер де өзің тіркелетін болсаң, сол кремдерді 20% скидкамен аласың. Тағы да үстіне бір керек заттарды қос, сосын мына артында тұрған духиді, ол кезде променад деген духи болды, соны өзіне 5 теңгеге аласың дегенде, одан сайын қуанып кеттім ғой. Сосын мен айттым: тіркелу үшін не керек? Тіркелу үшін тек удостоверение керек деді. Қалай удостоверение керек? Mary Kay компаниясына мен өзім тіркелген уақытта 15500 теңге төледім. Ол кезде маған үйіп осындай косметикаларды бір чемодан алып берді. Ол жерде керек де бар, керек емес де бар, в общем, сөйтіп. Сосын қуана өзімнің удостоверениемді бердім. Сол жерде мені тіркеп жіберді. Сөйтіп, келесі күні өзім личный кабинетке кіріп, өйткені мен деген Mary Kay'де өзім личный кабинетке кіріп заказ беретін едім ғой. Сөйтіп, уже заказымды беріп, ақшасын төлеп жібердім. Сөйтіп қуанып кетіп, осы компанияға келіп, күшті керек заттар көп екен ғой деп, сол каталогтан бастап мен сразу келген уақытта 100, 108, 114 балға заказ берген екен, қазір отчетты қарасам. Содан кейін сөйтіп мен деген бір 6-7 айдай жүріп қалдым, сатушы болып. Сосын бір күні маған деген вышестоящий директорым хабарласып: мен сенің вышестоящий директор, офиске кел, саған маркетинг планды түсіндірем деп офиске шақырып алды. Сол офиске барып мен маркетинг планды тыңдаған уақытта мен уже түсіндім, саған осындай жерде осындай ақша табуға болады екен ғой деп. Mary Kay компаниясында бізге ондай, білмеймін, маркетинг планды вообще айтқан жоқ. Мен әйтеуір есімде жоқ. Есімде ондай вообще жоқ. Әйтеуір тіркелу үшін да ақша төлеу керек екен, соны білемін. Сөйтіп, сол сәттен бастап мен уже оқуларға барып бастадым. Ол жерде деген миллиондап тауып атқан ақшаларды көрдім адамдардың. Сөйтіп, мен бизнес жасап, біріншіден тоже холодный контакт, теплый контактпен сөйтіп өсіп, жайлап уже онлайнға да көштім. Онлайн дегенде Instagram арқылы, Facebook арқылы адамдарды уже жайлап жинап бастадым. Енді бүгінгі тақырыпта айтсам, бүгінгі тақырыпта личный бренд не үшін керек? Сіз өздеріңіз егерде қазір білетін шығарсыңдар, енді кешеден бері оқудың бәрін өтіп жатсыңдар.
манағы адамды тіркейтін, в общем, компания жайлы керек ақпаратты өздеріңіз алдыңыздар да, сол компаниядан сондай ақшаны, қомақты ақшаны алу мүмкіндігі бар екен уже білдіңіздер да. Енді сіздерге не керек? Енді сіздерге адам керек. Адамды қайдан аламыз? Манағы или теплый круг, или холодный круг дейміз. Бірақ та қазір теплый кругтан адамдарды өзіне командаға жинау өте қиын. Сол үшін бізді не істейміз? Біз холодный контакттен адам іздейміз. То есть бізді танымайтын адам іздейміз. Соның бір тәсілі Инстаграм арқылы адамды шақыру. Енді Инстаграмнан адам шақыру үшін біз не істейміз? Өзіміздің Инстаграм парақшамды өрлейміз. Өрлегенде сіз қалай ойлайсыз? Егер де сіздің парақшана адамыз келетін болса, сіз прям Инстаграм парақшаны ашып қоятын болсаңыздар, сізге адам тек прям сразу пытырлап келу керек деп ойлайсыз да? Жоқ, олай емес. Инстаграмда егер де сіз адамға қызықты болғыңыз келсе, ол үшін Инстаграмнан личный брендті развивать ету керек. Личный бренд деген ол не? Личный бренд деген сіз танымалы адам болу керексіз. Танымалы адам деген ол манағы жұлдыз болып, артист болып, или там манағы әнші болып кету емес. Сіз танымалы адам, өзіңіздің парақшаңыздан сізге тіркелген адамға сіз танымалы болу керексіз. То есть личный брендті өзіңіздің өміріңізді көрсету керексіз. Қызықты қылып көрсету керексіз. Манағы адамдар өзіңізде байқаған шығарсыз, Инстаграмға кірген уақытта өзіңіз не істейсіз? Адамдар не істеп жатқан, сіз стористарды былай қарап шығасыз да, мына адам бүгін не істеп жатыр екен, ана адам бүгін не істеп жатыр екен, келесі адам не істеп жатыр екен деп бәрін қарап шығасыз да. Өзіңізге сол қызықты ғой. Сол қызықты сияқты, телесериал сияқты өзіңіздің өміріңізді көрсету білу керексіз. Вот. Енді сол тақырыпқа келдік. Личный бренд не үшін керек? Қазіргі заманда личный бренд керек. Өйткені біз бәрімізде адам болғасын адамға барамыз. Біз адамға сенгесін адамға келеміз да. Сол үшін өзіңізді личный парақшаңызды дұрыстайсыңдар. Ол үшін мен сіздерге бірінші уақытта не істейтін қысқаша жазылған видеоларды жіберемін. Сол видеолардан қарап өзіңіздің парақшаңызды дұрыстап аласыңдар. Одан кейін сіз ойламаңыз, тек сразу парақшаны дұрыстағаннан кейін тек адамдар сразу келе бастайды. Олай емес. Сіз оны өзіңізді парақшаңызды дұрыстағаннан кейін аватарканы дұрыстайсыз, постты әдемі қылып жазасыз, сториске күн сайын шығып тұрасыз. Сториске күн сайын шығып тұру керек, өйткені кейбір адамдар посттарды вообще оқымайды. Оларға оқу керек емес, олар тек просто былай қарап шығады. Жұмыстан келе жатқанда, автобуста келе жатқанда байқаған шығарсыздар, адамдар тек отырып стористарды қарап шығады. Сөйтіп, сторисқа шығу арқылы сіз жылы контактке айналасыз. То есть, егер де сіз күн сайын кемінде 7-10 сторис шығаратын болсаңыз, уже күн сайын ол адам сізді қайта көру арқылы сіз ол адамға уже как будто сіз таныс адам сияқты болып кетесіз. Хотя ол, например, басқа қалада тұратын адам болсын, или сіздің қалада тұрған, бір ретте онымен сөйлеспесеңіз де сіз ол адамға уже таныс адам болып кетесіз. Аптасына бір рет прямой эфирге шығып тұру керек. Сосын тағы да жасайтын іс-әрекет бар. Күн сайын жасайтын іс-әрекет бар. Ол деген подписка, отписка деген. Подписка деген сіз өзіңіз адамдарға подписчик жинайсыз. То есть сіздің көрерменіңіз көбірек болу керек. Сол адамдарға сіз жазыласыз, подписка жасап, сосын оларға лайк басып, комментарий жазып, өзіне, то есть привлекать етесіз ол адамды. Содан кейін уже кішкеннен кейін ол адамдардан, олар подписаться еткеннен кейін, сіз ол адамдардан уже отписка жасайсыз. Өйткені егер де сіздің парақшаңыз 7500 адамнан асып кетсе, уже сіз басқа адамдарға жазылмай қаласыз.
Вот, ол сол үшін керек. Енді оған дейін жеткізбеңіз, сразу уже күн сайын сол жасайтын, күн сайын жасайтын іс-әрекет. Сіздерге мен қысқаша манағы инструкция жіберемін. Одан кейін рассылка жасап тұру керек. Рассылка деген не? Ол сіз сол адамдардың комментарий басып, лайк басып, өзіңізге қарату керексіз. Сосын солар сізге жазылған кезде подписчик болып, сол сізге сіз өзіңізге бір қысқаша ұсыныс жібересіз. Ол приблизительный қандай ұсыныс, мен сізге де оны да жіберемін. Так, одан кейін постты да әдемі жазып үйрену керек. Пост дегенде тек сразу сіз алып біреудің жазған көшіре алмайсыз. Өзіңіздің ойыңызды жазып үйрену керексіз. Адамға қызықты болу үшін. Картинка қойған уақытта да сіздің аккаунтыңызда бөтен адамның фотосы тұрмау керек. Бөтен адамның картинкасы тұрмау керек. Каталогтан ала салып тек қана манағы фотоға түсіріп сол картинканы салуға болмайды. Ол картинкалердің бәрін өрлеу керек. Енді әдемі картинкалердің бәрін приложение бар, Pinterest деген, соның ішінен алуға болады. Ол жерде Фаберликке не обязательно сіздің аккаунтыңызда ең бастысы айтып кетейін, Фаберлик деген сөз жазылу тұрмау керек. То есть компанияның аты керек емес. Өйткені егер де сіз адамға ұсыныс тастаған кезде, ол адам сізді сразу отклонять етіп жіберуі мүмкін. Өйткені мына адам Фаберликті айтайын деп отыр деп ойлап қалады ол. Сол үшін сізде еш жерде Фаберлик деп жазылу тұрмау керек. Вообще ешқандай компанияның аты тұрмау керек. Адам адамға келеді дегендей, тек қана сіздің өміріңіз тұру керек. Бір 10-15% тек басқа картинкалер болу керек. Я видео записываю. Вот. Сол. Енді кейбір адамдар сұрайды, гифке қатысуға бола ма? Менің ойым, бірінші сіз өзіңіздің парақшаңызды дұрыстап алғаннан кейін тексті жазып, кемінде бір 9-12 картинкаңыз сіздің фотоңыз болу керек. Соны уже дайындағаннан кейін сіз гифке қатыса аласыз. Гиф деген не? Гиф, например, кейбір блогерлер ұйымдастырып, подписчик жинау арқылы ұйымдастырады. Соғанда қатысу керек. Сіздің, например, страничкаңызге, парақшаңызға бір 5.000 или 6.000 или 3.000 адам келеді деп сізге не береді? Гарантия береді. Ол адам келеді, менде де сондай гифке қатысқанмын. Но бірақ та егер де сіз әлі дайын болмасаңыз, ол адамдар біртіндеп шығып кетеді. Вот. Соларды гифттен келген адамдардың бәрін сіздің мақсатыңыз келеді адамдар. Бірақ та оларды ұстап қалу. Ұстап қалу үшін сізде өзіңіздің күшті неңіз болу керек. Посттарыңыз болады, күн сайын шығатын стористарыңыз болу керек. Лентаңызда сіз өзіңіздің әдемі фотоңыз болу керек. Фото деп айтқанда сіздің міндетті түрде, егер де сіз бизнеске келетін болсаңыз, сіз фотосессия жасау керексіз. Фотосессия дегенде сіз өзіңіздің командаңызбен бір 2-3 қыздар болып жиналып, бір фотографты шақырсаңыз болады. Сөйтіп бірге 1 сағатқа фотографты шақырып, фотоға түсіп, бір 50 шақты, 60 шақты фото жасап, қосылып төлесеңіз болады. Бірақ та өзіңіздің парақшаңызда есіңізде қайтадан айтып кетейін, сіз тек қана өзіңіздің фотоңызды қою керексіз. Басқа адамның фотосын қоймайсың. Коллективный 1-2 фото болу мүмкін. 10-12 фотоның ішіне тек 1-2 фото болу мүмкін. Но и то сіз деген, ол жерде мынау менің наставнигім, мынау менің спонсорым деп айтпау керексіз. Егер де сіз сөйтіп айтатын болсаңыз, мен айтайын, и тем более отмечать етсеңіз, ол адамдар әлі білімі жоқ адамға олар жазылмайды, уже сразу сіздің вышестоящий наставникке алып кетеді. Сол үшін тек қана өзіңіз болған жақсы. Енді тек қана өзіңізді көрсете бермейсіз, сіз өзіңіздің отбасыңызды көрсетесіз, өзіңіздің балдарыңызды көрсетесіз дегендей, өзіңіздің отбасыңызды көрсетесіз.
Я туда иди. Я потому что видео записываю. Я хочу здесь лежать. Вот. Сол енді менің айтатыным. Енді әрине осы соның бәрін іс-әрекет жасағаннан кейін уже күн сайын өзіңіз кемінде бір постты шығарып үйрену керексіз. Кемінде 7-10 сторис түсіріп отыру керексіз. И то стористі түсірген уақытта бір уақытта тек сразу 10 шақты постты шығармайсыз. Сіз бір уақытта 2 сторис, одан кейін кішкене 1 сағаттан кейін тағы бір фото, одан кейін тағы да сөйтіп әр суткіде мына 24 сағаттың ішінде әр уақытта сіз адамдарға қызыл болып жанып тұру керексіз. Ол үшін манағындай айтқандай сағат сайын или 2-3 сағат сайын өзіңіздің стористі түсіру керексіз. Тағы не айтайын? Тексті жазғаннан кейін сіздерде тек манағы өзіңіздің телеграм каналда специальный бот бар. Манағы тексті жөндейтін, сосын тексті манағы постты оқыған уақытта абзацқа бөліп тұру керек. Мана адамдарға оқығанда прям сплошной бір полотно болып тұрмау керек. Ол оқымайды онда уже. А егерде қысқаша бір 2 предложение болып жазылып тұрса, бөлініп, ол оқуға ыңғайлы болады адамға. Ол уже қызықты болады. Вот. Сондай іс-әрекет жасау керек. Вот. Сіз ойламаңыз деп тек қана сразу инстаграмды ашқан уақытта тек адамдар сізге тек сразу жазыла қояды деп ойламаңыз. Сіз өзіңіздің инстаграмыңызды күн сайын жасап тұруыңыз керексіз. Бір ай жасап, бір апта демалып, одан кейін тағы жасап, одан кейін демалып, ондай болмайды. Ол жүрмейді. Ол адамдар оған келмейді. Сол үшін үзбей күн сайын жасайтын іс-әрекетті жасап тұру керек. Вот. Енді мен сізге дайындап қойған материалымды жіберемін. Сол дайындап қойған видеоларды қарап, өзіңіздің инстаграм парақшаңызды өрлеп алсаңыз да болады. Енді мен өзімнің тағы да командама өзімнің личный авторский курс өткізейін деп жатырмын. Ол курстың ішінде осы бастан бастап манағы инстаграмды қалай ашады, қалай пост қояды, соның бәрін қысқаша күн сайын сіздерге манағыда үйрететін боламын, егер курсқа жазылам деген адам болса. Сосын күн сайын өзіміздің командамызға арамызда манағы лайк тайм дейді ғой. Лайк таймға да қатысып тұру керек күн сайын. Ол несімен жақсы? Лайк таймда өзінің манағы күн сайын шығатын правила, қазақша қалай айтады? Правила, общем, күн сайын шығып тұратын правила бар да. Шықсан да, шықпасан да басқа адамның манағы постын лайк ету керек, комментарий жазу керек та, сохранять ету керек, самолет ұшыру керек деген іс-әрекет бар. Соны прям жасап тұрамыз сол жерде. Бірінші бір аптадай үйреткеннен кейін сіздерді манағындай сіздерге хэштег беріп, хэштегпен күн сайын манағы сіздің командамен бірге жасаған жақсы ғой. Мен деген өзімде осы 2 жылдай бері неде қатысып жүрмін, гифте. Басқа российский компанияда, әртүрлі компания бар ол жерде. Солармен іс-әрекет жасап, күн сайын 2 мезгіл шығамыз, обедте, сосын кешке. Сол кішкене манағындай жасау керек, бүйту керек, сөйту керек деген неде тұрады, тонуста тұрады. Содан кейін сондай өзіміздің личный командамызға сондай ұйымдастырайын деп отырмын. Кішкене осы уже правилаға үйренгеннен кейін уже болашақта егерде бәрі жақсы үйреніп кетіп жатса, уже манағы российский командаға группаға да қосылуға болады. Өйткені ол командада 4 команда біріктірген, әртүрлі қаладан, әртүрлі манағы СНГ бойынша. Сөйтіп бір уақытта шығып, кемінде 150-200 лайктар шығады. Сөйтіп өзіміздің командамызға үйренгеннен кейін соғанда біріктіріп жүруге болады.
егер сөйлесетін болсам, ол жерде қыздарды уже админ қыздарды танимын дегендей. Өйткені мен осы лайктаймда уже 2 жылдан бері қатысып жүрмін. Сол енді ең бастысы манағы инстаграмға да күн сайын көңіл болу керек, өзіміздің личный брендті дамыту керек. Кейбір қыздар тағы да айтып кететін сөзім, инстаграмнан адам келген уақытта ол келген адамдарға қандай сөз айтамыз, не деп айтып бастаймыз, олардан қалай телефонымды сұраймыз, в общем, соның бәрін үйренетін боламыз сол курста. Курстың ақшасын айтып кетейін. Осы марафонға қатысып жатқан қыздарға 1000 теңге деп жатырмын. Өйткені егер осы марафонға қатысқаннан кейін уже мына курс 50% скидкамен сол, егер де басқа қыздар қатысатын болса, уже 2000 теңге дейін. Ол неге мен платно деп айтып жатырмын? Ақылы. Өйткені бесплатно болса, адамдар оған көңіл бөлмейді. Өзім де солаймын. Мен қаншама үйреніп келе жатырмын ғой. Бір жерге оқуға 15 000 теңге төледім, бір жерге 4 000 теңге төледім, бір курсқа 1000 теңге төледім, біреуіне 60 000 теңге төледім, 97 000 теңге төлеген курстарым бар да. Солардың бәрін оқы келіп, көп затты уже түсіндім, меңгердім. И менде адамдарға айтатын манағында үйрететін сөзім бар дегендей. Сол өзімнің білгенімді басқаларға бөліскім келеді. Тағы да айтып кетейін, егер қашан біздің манағы инстаграм парақшамыз дайын болған уақытта и таргетке де өтуге болады. Таргетті де жасап білемін и көрсетемін қыздарға осы марафонға қатысқаннан кейін. Бірақ та мен сразу айтайын, тек сразу таргет жасап кетуге болмайды. Өйткені егер де сіздің парақшаңыз дайын болмаса, ол таргеттен келген адам все равно келеді. Уже сіз сол келген номер үшін ақша төлейсіз, бірақ та егер де сіздің парақшаңыз дайын болмаса, олар деген тек келеді де, ешқандай несі жоқ. Неинтересный болсаңыз, ол уже кетіп қалады. Бірақ та сіз ол номерге уже ақша төлеп қойдыңыз. Таргетке төлегенде, енді ол платно ғой, енді таргет деген. Facebook арқылы таргет жасауға болады, Telegram канал арқылы жасауға болады. Сосын тағы да айта кетейін, біз қазір деген үлкен жоба дайындап жатырмыз. Ертең болашақта бізде де обучающий былай енді үйретіп жатқан марафон арқылы үйретіп жатырмыз адамдарды. Бірақ та бізге ертең Telegram каналда өзіміздің манағы чат-ботымыз да бар. Соны да сіздерге беретін боламын. Сол. Енді мен айтқан тақырыбымды түсінген шығарсың деп ойлаймын. Өйткені мен деген сіздерге сол жеткізейін дегенім, насколько это важно дейді ғой. Қазақша сөзім бітіп қалып жатыр. Насколько это важно. Манағы личный брендті дамыту, қазіргі заманда дамыту керек. Өйткені қазір бизнестің бәрі интернет арқылы. Интернет арқылы егер де сіз заманауи адам болмасаңыз, сіз далада қаласыз. Манағы тек қана өзіңіздің көршіңізді шақырып қойып, егер де сіз ол көршіңізге манағы интернетті үйретпесеңіз, өзіңіз интернетті үйренбесеңіз, қалай жұмыс жасайтын, қалай адамдарды интернет арқылы шақыратын, ол интернет арқылы келген адамдарға қандай манағы сопровождение бар дейді ғой, сопровождение бермесеңіз, қалай оны шақырған кезде оларды манағы адамдарды шақыратындығы, егер де сіз өзіңіз меңгеріп үйренбейтін болсаңыз, сіз онда адам таба алмайсыз и бизнесті жасай алмайсыз. Егер, бұрынғы енді холодный контактпен де жасап жүрміз ғой, бірақ та көп жүріп қаламыз. Қазіргі қыздар, в основном молодежь келіп жатыр ғой, интернет арқылы. Ол жерде 1 жылда, 2 жылда үлкен манағы статустарға шығып, үлкен ақша тауып жатыр. Енді бәрін қайталап айта бермейін, ол өте маңызды, личный брендті дамыту керек. Сау болыңыздар. Енді қалғанның бәрін манағы WhatsApp арқылы сіздерге айтатын боламын.